Қайырлы күн YouTube арнамның көрермендері. Сізге қазір осындай видео коллаж қалай жасау керек екенін көрсететін боламын. Яғни бэкстейдждарға, сондайларға арналған өте жақсы видео. Ол үшін CapCut приложениесін ашасыздар да, новый проект дегенді басасыздар. Содан кейін сіздер галереяларыңыздағы керекті, яғни видеоларыңыз таңдап аласыздар, үстін басып. Выделить етесіздер, 2 немесе 4 видеоға дейін алуға болады. Яғни съемкаларыңызда бір бэкстейдж сияқты видео түсіретін кезде өте жақсы. Негізінде бұл видео коллаж жасау. Баяғыда фото коллаж жасаушы едік қой, сол сияқты видео коллаж. Қарасаңыздар, осылай пост форматында, яғни квадрат форматында таңдайды. И осылай видеоның қалай орналасу керектігін осы коллаждармен үстін басып таңдасаңыздар болады. Вертикально или біреу үлкен, қасында үшеуі кішірек болып тұрсын дейсіздер ма? Негізінде осы ең алғашқы тұрған екеуісі өте жақсы өтімді ғой. Соотношение дегенге барасыздар да, сөйтіп 9:16 форматын таңдап аласыздар. Яғни сіздерге Инстаграмға керек контент болса, осы 9:16 форматты жасайсыздар. Яғни сторис форматы, reels формат дегендей. И өздеріңізге осылай мысалға керекті коллажды таңдайсыздар да, продолжить деген батырманы басасыздар. Потом енді әрқайсысын бөлек-бөлек редактировать ету керек қой. Біреу ұзын болып тұрады, біреу қысқа болып тұрады дегендей. Мысалы, жерден қара болып тұрғандар уже бітіп қалды видео. Сондықтан осы слой сияқты болып тұрған үстін басасыздар. Сол кезде 4 видео осылай жеке-жеке ашылатын болады. Қысқа видеолар болса, астындағы үстін басып, сол видеоны именно астынан осылай инструменттердің арасынан копировать дегенді таңдап, ол видеоны кішкене ұзартсаңыз болады, қайталапшы. Болмаса скорость қосып кейбір видеоларды қысқартсаңыздар болады дегендей. Болмаса осылай жанындағы ақ кнопкаларын тартып, немесе осылай разделить етіп қиып тастап, керек емес жерін удалить етіп, астындағы инструменттерден осылай барлық 4 видеоңызды да бірдей ұзақтыққа алып келіп аласыздар. Себебі біреу бітіп қалып, біреу жалғасып кетіп деген сияқты ондай болып тұрмауы керек. Содан кейін, мысалға, сіздер бұл видеоның ішінен біреусінің именно бір бөлігін көрсеткілеріңіз келеді. Например, ана жерде автоматически қойылады ғой бәрі. А сізге, мысалға, адамның денесі емес, только қолы істеп жатқан ісі ғана көрінсін десеңіздер, онда осы видеоның үстін басып, басындағы инструменттердің ішінен изменить дегенменен кадрировать деген басасыздар. Сөйтіп осылай астыға тартып алып келіп, именно сізге қай бөлігі көріну керек, сол бөлігіне осы белгіленіп тұрған рамканы апарасыздар. Сол кезде қарасаңыздар, міне именно сол бөлігі видеода көрінетін болады. Мына жерде жазуды ғана таңдап алдым дегенде ғой. Сол сияқты үстін басасыздар, астындағы инструментті солға қаратай тартасыздар. Потом мына жерде изменить деген кнопка бар. И кадрирование. Осының үстін басасыздарға сіздерге керекті бөлігін осылай белгілеп алып, тартып, яғни жоғары төмен тартып дегендей, сол бөлігін аласыздар. Болды. Барлығын ұзындықтарын барлығын біріктіресіздер. Керекті эффект қойсаңыздар, эффект қойып, фильтр қойсаңыздар, фильтр қойып дегендей ары қаратай монтажын жасай бересіздер. Содан осындай 1080-30 форматында өздеріңізге, яғни stories, reelsқа салғанға деп сақтап аласыздар. Болды, ешқандай қиындығы жоқ. Әдемі бэкстейдж видеоларыңызды, съемкаларыңыздан естелік болсын деп, осындай жақсы контентте рилстарыңызға салсаңыздар болады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Қош сау болыңыздар. Келесі контентке дейін жолыққанша.